Қазақ халқының дәстүрінде ұят, ар, адалдық ұғымдары қоғамның рухани өзегін құрайды. Бұл ұғымдар адам мінезін қалыптастырумен қатар қоғамда әділдік пен тазалықтың сақталуына бағытталған. Олай болса, бүгінгі біз қарастыратын тақырып қазақ әдебиетіндегі, қазақ фольклорындағы ұят, ар, адалдық мәселелерінің қозғалуы. Аңыздар мен эпостардағы әділдік пен ар сауалына тоқталар болсақ, Қобыланды батыр, Алпамыс батыр эпостарында батырдың басты қасиеті адалдық пен елге деген шынайы қызмет. Олар өз пайдасын емес, халық мүддесін қорғайды. Жиренше шешен туралы аңыздарда да шешен әділдікті сөз арқылы орнатуға тырысады. Ол ханның қатесін бетке айтып, жемқорлыққа жол бермеуді насихаттайды. Аяз би аңызында Аяздың қарапайымдылық пен адалдығы арқасында хан болуы, адал еңбектің жемісі, әділ қоғам құрудың үлгісі. Қазақ мақал-мәтелдерінде де жемқорлыққа қарсы, ал адалдықты ту етіп дәріптейтін ойлар көптеп ұшырасады. Арамас араздық шақырар. Адалдан таппаған мал баян таппас. Ұяты жоқтың иманы жоқ. Адалдық адамдықтың асылы. Адал адам арына сүйенер, арам адам барына сүйенер. Адал істің артегі. Адал жүрек арам ойды көтермейді. Осындай қазақтың мақал-мәтелдер жүйесіне қарасақ, бәрі де қоғамдық моральдық кодекс іспетті. Қазақ әдебиетінде парақорлықты, әділетсіздікті сынап, адалдық пен таза еңбекті дәріптеген ақын жазушылар өте көп. Мәселен, пайда ойлама, ар ойла деген Абай Құнанбаев шығармаларында парақор би, болыс, мансапқор надандар қатты сыналады. Ол адал еңбекті, әділетті, турашылдықты ең басты қасиет деп білген. Мысалы, болыс болдым мінекей өлеңінде күштілерім сөз айтса, бас изеймін шыбындап, әлсіздің сөзін салғыртсып, шалығамын қырындап дейді. Тағы бір мысал, қалың елім қазағым қайран жұртым өлеңіндегі ең танымал жолдардың бірі бас-басына би болған өңкей қиқым, мінекей бұзған жоқ па елдің сыйқын дейді ұлы хәкім Абай. Шәкәрім Құдайбердіұлы үшін де ең биік өлшем ар мен ұждан. Бес асыл істеген Абай ойын дамыта отырып Шәкәрім былай дейді: адамдық борышың, халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, ар сақта, соны біл. Шәкәрімнің ең ірі еңбектерінің бірі Шанық. Онда ол адам өмірінің мәнін үш ақиқатқа негіздейді: ұждан, намыс және ақиқатқа сену. Осы үшеуі адамның жүрегінде болса, ол адам ешкімге қиянат жасамайды дейді. Сұлтанмахмұт Торайғыров болса, өз өлеңдерінде қоғамдағы әділетсіздікті, шенмен атақ қоған шенеуніктердің парақорлығын анық басып айтады. Адасқан өмір поэмасында пара алған би-болыстың көңілі таза болар ма, ел қамын жеп жүр дегеннің ішінде арам толар ма дейді. Демек, адалдық адамдықтың шыңы, парақорлық арсыздық пен сор, ал әділдік елдіктің тірегі.